Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді, күнделікті тағамға ұқсамайтын, ерекше ыстық тамақ жасайтын боламыз. Каналға лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Алдымен қайнап тұрған ыстық суға тұз салып, брокколиді 3-4 минутқа қайнатып аламыз. Содан кейін оны сүзіп алып, суық суға салып қоямыз. Қызып тұрған майға тауықтың етін салып, 4-5 минут қуырамыз. Ол қуырылғанша 500 грамм суға 3 ас қасық соя соусын және 1 ас қасық кукуруз крахмалын салып араластырамыз. Қуырылған тауықтың үстіне жіңішкелеп туралған пиязды салып қуырамыз. Пиязды кішкене қуырып алған соң дәмдеуіштерді саламыз. Мен паприка, сарымсақ, кориандр қостым. Кішкене қуырып жаңа дайындаған суымызды құямыз. Татымына қарай тұз салып қайнаған соң қақпағын жауып 30 минутқа қалдырамыз. Содан кейін ұзынша туралған орташа 2 болгар бұрышын салып 2-3 минут бұлтырып аламыз. Кішірек туралған брокколиді қосамыз, араластырып отты өшіреміз. Күрішті осылай әдемі етіп салып, ортасына дайын болған астыз қоямыз. Қалауыңызша бальзам соусымен ұсынамыз. Сонымен тамағымыз дайын болды. Видеоға лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз.